Енді колонкамен істеуді үйренеміз. Колонка макет деген вкладканың ішінде параметр страница бөлімі, мына жерде колонка деген зат бар. Колонка не қылады? Колонка 2 дегенге басып көрейік, не болатынын. Мына жерге 2-ге бөлінеді. Газетаға ұқсап, яғни брошюра істейтін болсаңыз, колонкадан пайдаланасыз. Міне, мынандай қылып бөлінді. Мынандай қылып бөлінеді. Мынандай қылып 3 деп қылсаңыз болады, 3-ге бөлінді. Енді қараң, 4-ке, 5-ке бөлсеңіз де, қалеген 10-ға бөлсеңіз болады. Мына жерге барамын, мына жерге мысалы 4 деймін. 4 деймін да, 4 дедім, болды, бөлінді. Мынаған басама, другие колонки 4, я болмаса мына жерге 5 деп қоямын, число колонка. Мына жерде колонкалар өзгеріп жатырды. Енді мына жерде колонкалардың аралығын кішірейту үшін мына жерде үлкен аралық болып тұрыпты. Макет, колонки, другие колонки, мына жерде промежуток деген зат бар. Мына жерде сәл кішірейтемін, 0,1 деп қойыпты. Міне, вообще бір текстте болып кетті. Другие колонки деймін, разделитель деген қойып қояйын, мына жерде разделитель мынандай алып қойып қояды. Міне, аралық сызық қойып қояды, тек бір сызық. Осындай алып колонкадан пайдалансаңыз болады. 3-еу, 4-еу, я болмаса 2-ден. Газета не істейтін болсаңыз, яғни брошюра істейтін болсаңыз, колонкадан пайдаланасыз. Енді мынандай алып қоямын, размер деймін, мына жерге ориентация альбомный деп қойсақ болады. Міне, брошюра тайм болды біздерде. Брошюраны осындай алып істесеңіз болады. Мына жерде колонка деймін, әртүрлі варианттарын сайлай аламын. Ширина деген мына сызықтың. Так, 3 деймін. Окей. Мынандай болып кішірейіп қалады ішіндегісі. Сондай затларды 8 деп тұра берсін. Осындай қылып қойсаңыз болады. Колонка, другие колонки, осындай қылып істейсіз. Мына жерде колонканы қойып аласыз. Енді қараң, колонкада енді бір зат істеуді үйренейік. Қараң, мына колонка, мына 1 колонка, 2, 3 колонка бар. Мынау таза отдельный колонка болып тұру керек. Мына жерде тұру керек, отдельный колонка болып. Отдельный колонка болып тұру үшін, мына жерге разрывы дегенге кіресіз. Мына жерде колонка деген бар. Мына жерге бассаңыз, отдельный колонкаға түседі. Мысалы, мына жерде үлкен бір текст болса, мына жерде отдельный колонка болу керек болса, отдельный колонка болып, мына жерде тұру керек болса, мына section дегеніміз мына жерде тұру керек. Алдына мышканы апарасыз, мышканы апардым міне, алдына сөйтіп макеттің ішіне барып, разрывы колонка деген басасыз. Сонда отдельный колонка түседі. Осындай қылып істейсіз. Егер мына жаққа өткеру керек болса, backspace'ті басып өткеріп тастасаңыз болады. Осындай қылып отдельный колонка нені істеп үйрендік. Ол қиын зат емес, әрқайын бір басып істеп көрің.